Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте дәмді, жұп-жұмсақ бауырсақ дайындайтын боламыз. Ол үшін жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, үстіне шекер, тұз және ашытқымызды салып, ұнды жаймендеп електен өткізіп салып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болдық, енді бетін жауып, жылы жерге орап қойып қоямыз. Шамамен 1 сағат қойып қойсаңыздар, осылай көтеріледі. Көтерілгеннен соң ешқандай ұнның көмегінсіз қолымызды майлап, осылай бөліктерге бөліп, жайып, форманың көмегімен дөңгелек етіп кесіп аламыз. Форма жоқ болса, стаканның көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Содан соң артық қамырларын алып, қайтадан жинап, қайта жайып, осылай дөңгелек етіп кесіп алсаңыздар болады. Енді осылай дөңгелектеп кесіп болған соң бетін жауып, тағы да 10-15 минутқа қойып қоямыз. Содан соң осылай қайта-қайта араластырып тұрып, бауырсағымызды қуырып аламыз. Бауырсағымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Айылым.